кеше қаладан келе жатып осылай сиырлардың суға батып кеткен, суда тұрған сиырларды көріп жанымыз ашып кетті. Айтып жатырмық қой енді, адамдардың ақ адал еңбектерімен бағып жатқан малдар ғой, обал емес па, мынау не зат, жол қайда, қашан жолымызды бітіресіңдер деп. Содан дейтін чатқа салған едік қой, ауылдың чатына. Момент әкім сразу дейтін видео жіберіп жатыр ғой, енді халыққа сабыр етіңдер, жұмыс басталды, жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Мынау бізде Сарайшық пен Махамбеттің ортасы, алдында дейтін осы жолды су шайып жарып кеткен болатын трассаны. Адамдар қазір айналма жолмен Хамит Ерғалиев жақпен, бұрынғы Новобогат, сол жақпен қазір көліктер барып жүрміз қалаға. Яғни халыққа өте ауыр, көліктерге де көп зиян келіп жатыр. Сондықтан халық болып осылай үндеу тастаған болатынбыз акиматқа, біздерге жол салып беріңіздер, бұрынғы өзіміздің жолымызды қайтарыңыз деп. Әкім барынша осылай күнделікті отчет беріп отыр халыққа. Жол жасалып жатыр, міндетті түрде бітеді, бұйырса басталған іс бітеді деп, кішкене сабыр қылыңдар деп. Енді мына жерде дейтін 4 тұрба салынған, қазіргі уақытта әлі 7 ма 8 ба сондай тұрба бар екен салатын. Судың қарқыны қатты болғандықтан жұмыс жасау өте ауыр, өте қиын болып жатыр. Кішкене сабыр сұрап жатыр халықтан. Сабыр етіңдер, әлі де бұдан өтеміз, әлі де бұрынғы жол жасалып сонымен жүретін боласыңдар деп бұйырса.